Түркістан қаласының әкімшілік іскерлік аймағында жаңа әкімдік ғимараты, басқармалар мен департаменттер, сондай-ақ 5 жұлдызды Риксис қонақ үйінің құрылысы басталып, 26 тұрғын үйдің құрылысы қызу қарқын алған. 20 үйдегі 1200 пәтер арендалық, ал қалған 6 үйдегі 336 пәтер несиелік баспана болмақ. Түркістан қонақ үйі. Түркістандағы алғашқы 5 жұлдызды қонақ үйдің іргетасы осылайша қаланған. Құрылыстың басына оның құрылтайшысы мен өңір басшысы қол қойған аманат хат салынған капсула тасталды. Ал мұндағы әкімшілік іскерлік аймақта қазір жаңа әкімдік ғимараты, басқармалар мен департаменттер болатын ғимараттардың құрылысы қарқын алған. 26 үйдің құрылысы жүруде. Жалпы саны 1536 пәтер салынып жатыр. Алдағы 19 жылдың апрель айында 11 үй берілетін болады. Соң маусым айында 6 үйді береміз. Және қараша айында тағы да 11 үйді беретін боламыз. 9 үйді беретін боламыз. Жалпы саны 26 үй бітеді. Одан өзге тағы 2756 пәтерлік 80 үй мен 900 орындық мектеп құрылысы да басталмақ. Ал мемлекеттік жекеменшік серіктестікпен тұрғызылған балабақша пайдалануға әзір. Сондай-ақ Бейнеу-Бозой Шымкент магистральдық газ құбырында Түркістан компрессорлық станциясы іске қосылды. Құттықтаймыз шын жүректен. Магистральдық құбыр газ өткеру мүмкіндігін жылына 10 миллиард текше метрден 15-ке арттырып, республиканың оңтүстік өңірін көгілдір отынмен қамтитын болады. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдазімов, Информбюро, Түркістан облысы.